Петропавлда оқушылардың сыни тұрғыда ойлау қабілетін, сөйлеу мәдениетін дамыту тақырыбында облыстық семинар өткізілді. Жалпы білім беретін мектеп ұстаздары жиында оқу үрдісіне заманауи технологияларды енгізу жолдарын талқылады. Бұл жайында толығырақ келесі бейнесюжетімізде. Біз гимназиясында өткен кездесуге қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімдері қатысты. Ұстаздар бүгінгі таңдағы өзекті тақырыптардың бірі білім беру үрдісіне заманауи технологияларды енгізу, жаңа әдістемелер жасап шығару сияқты мәселелерді ортаға салды. Осы сынды көшпелі практикалық сабақтар жас мамандар үшін тәжірибе жинақтауға сеп дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі көшпелі тәжірибелік сабақ қалалық белді мектептеріміздің бірі БЭС гимназиясында өткізілуде. Бұл курс қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған. Осы мектепте олар тәжірибелі ұстаздардың сабақтарына қатысады, өзара тәжірибе алмасады. Семинарда оқу үрдісінің барысында оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамыту проблемалары қызу талқыға түсті. Ұстаздар сыни тұрғыда ойлау сұрақтың қойылуынан басталып, сенімді дәлел ұсыну негізіне қалыптасады. Мұндай әдіс ақпарат және мәтінмен жұмыс істеуге дағдыландыруға бағытталуы тиіс дейді. Тыңдаушылармен біз қазіргі таңда коучинг өткізіп жатырмыз. Коучингіміздің тақырыбы сыни тұрғысынан ойлау, сындарлы ойлау, осы технологияны қалай сабақта тиімді пайдалану керек, сол жайында түрлі тапсырмалар, жұмыстар жасап жатыр. Жалпы кез келген адам өмір сүру үшін сыни ойлай білу керек. Сыни ойлай алатын адамға қазіргі біздің дамып келе жатқан қиында мынандай заманда адам сыни ойлай алған жағдайда ғана кез келген жағдайдан өзінің шешімін таба біледі. Ұстаздар сондай-ақ кез келген мәселені шешуде шығармашылық және рационалды жолдарды қолдануды қажет ететін жағдайларды қарастырды. Жасұлан Бектен, Анатолий Белонок, ақпарат.